Достар, тағы да басқа оқиғалар шығаратын боламын. Сол үшін маған коммент жазыңыздар, қандай тақырыпта шығарайын, және жазылыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет. Үзбай бастайын. Мен орнынан тұрып көтінен қысып, халатын көтеріп, үстелге еңкейтіп, сайманымды екі әрпіне тығып жібердім. Мм деп екі қолмен үстелдің екі бұрышын ұстап көзін жұмып тұр. Белінен ұстап сайманымды тығып шығарып қайта іккенем ба? Аяқтарым тартылып қалды деп тізерлеп отырып алды. Қотағымды көріп басын шайқады. Шыдай алмаймын деп тізерлетіп қойып, арт жағынан келдім. Енем сайманыма тағы қарап, амына сайманымды тығып жіберіп едім. Енем белін көтере беріп, еді белін басып тұрып, аямай жылдамдықпен итердім, жерге жатып қалды. Қайта тұрғызып тоңқайтып қойдым. Сол кезде сайманымды отыра қалып солқылдатып, сора бастады, тіпті енегіме дейін сорып, бетіне ағызып жібердім. Қайтадан итермесін деген оймен сайманымда қалған бұл азықты сорып ішіне жұтып қойды. Екеуміз тұрып душқа түсіп, төсекке келіп жаттық. Сол жатқаннан таң азанда елпілдеп алып ұшып жүр енем. Тұр реттел қайын атаң келе жатыр деп, орнымнан тұрып киініп, енем жасап қойған асты алып, әйеліме кетіп қалдым. Үйге келсем атам төрде отыр. Қалайсыз деп амандасып, қыздарыңыз бүрсігүні шығатынын естіп қуанып қалды. Шәй ішіп болғасын. Атам екеуміз біраз сөйлестік. Атам басым ауырып тұр деп, залға барып есігін жауып демалды. Сыртқа шықсам енем есік алдында кір жайып жүр екен. Артынан барып, жаймен екі анарын қысып алдым. Жындысың ба? Атам көріп қояр, ол көрмейді, залда ұйықтап жатыр дедім. Енемді сарайға апардым. Іштегі ескі шкафтарға тақап қойып ақырын іктім. Енем ернін тістеп, әрең шыдап тұр. Сайманыды шығарып көтіне үйкедім. Бұлай жасамашы деді. Атам көрмеген жерді көрейінші дедім. Жарайды, жайтық, осы кезге дейін ешкім, тіпті атанда ікпеген деп күлді. Қабырғаға тақап, артының тесігіне сайманымды тақадым. Ұшы кіргендей болды. Енем ыңырсып кетті. Тұра тұршы деп тізерлеп тұрды. Мен артын ашып, сайманымды түкіріктеп сулап алып тыға бастадым. Көзін жұмып алып, алақанымен жерді ұрғылап жатыр. Мен барынша тығып бір-екі рет itергенде орнына тұрып кетті. Ауырып кетті ғой деп артын қолмен ұстағанда қанап кетіпті. Мен сыртқа шығып, ауланы жинағандай болып жүрмін. Енем үйге ақырын кіріп, тамақ жасауға кірісті. Атам тұрып, телефонына қарап, енеме сен қыз шыққанша болатын шығарсын. Енем қызымыз шыққанша осында боламын деп басын изеді. Солай атам шаруасы шығып, ерте қайтып кетті. Енем екеуміз тамақ ішіп алып, мен даланы жинастырайын, әйелім келетін уақыт болды деп сыртқа шықтым. Сарайдың есігін жөндеп, өзім терлеп тұрғанымда енем келіп тұр. Қолында бір стакан, шырыны бар. Нағыз еркектен осылай тердің иісі шығып тұру керек деді де кеудеме қолын қойып, сол кезде әйелдер өздерінің қаншық екенін сезінеді деп шырынды маған берді. Мен шырынды ішіп алып, оған қарадымды, белін ұстап, сарайға қарай алып кірдім. Сарайдан арқан тауып алып, екі қолын төбеге көтеріп байлап қойдым. Енем сен не істеп жатсың деп, аң-таң. Қазір көресіз деп көтін шапалақпен тартып жібердім. Көйлегін жыртып тастап, қос анарын қысып мыжғылай бастадым. Көйлегін толықтай жыртып тастап, іш киімін айырып, сайманымды жаймен астына тығып іге бастадым. Қатты іккенім сонша ол әлсіреп қалды. Тек арқан ғана ұстап тұрды. Екі әрпіне ағызып жібердім. Шашы бетін жауып, аяқтарында күш жоқ. Әрең тұрғаны көрініп тұр. Бір уақытта бұлазық аяқтарына ағып бастады. Қолын шешіп, тап бір қуыршақ көтергенде көтеріп, жатым бөлмеге апарып, еденге тізерлетіп, денесін кроватьқа жатқызып, көтіне жайтықтым. Дыбысын шығарды. Барынша аямай тықшы, барынша ікші деген үн шығарды. Мен басын басып тұрып, артынан аямай барынша жылдамдықпен тығып итердім. Енем екі қолын тырыстырып жұдырықтап алды, қаншықша шыңғырып жатты. Артына ағызып жатқанымда енем сайманымды сорып, қалған бұлазықты аузына алып жұта салды. Енем лас денесін жуып, әрең жүр жатып қалды. Мен сыртқа шығым, сарайдың есігін жөндеп тастадым. Солай келіншегім келді, келіншегім білмей қалды. Енеммен осылай итердім. Ертесі енем қайтты, мен қалдым қатыммен. Соңы. Достар, тағы да басқа оқиғалар шығаратын боламын. Сол үшін маған коммент жазыңыздар, қандай тақырыпта шығарайын, және жазылыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет.